ойлап қараңызшы, үйіне барған уақытта кәдімгідей мәзіңкі үй ғой енді, мәзіңкі үй. Біз барғанда шошып кеттік қой, үйіне кіргенде деген иістен, қыстың кезінің өзінде иіс невозможно үйіне барғанда. Сразу жігіттер қыздар келіп, біреу болатын шағып, біреу үй тазалап, жеркенген жоқ. Кәдімгі тастанды адамда, мысалы 10 ғасырға дейін итке де мысыққа да жаны ашиды ғой. Жолдасың, иә мен де волонтер болайыншы деп қашан айтты? Өйтіп айтқан жоқ бір-бірінен. Қайта сөйлеп жүрсең, осылай жүре бересің ба? Ешқандай пайдасы жоқ жер. Сонда сіз бұл жерден ақша алмайсыз ғой? Ешқандай ақша алмаймыз. Қарызға дұрысынан баттық. Қарызға батқаннан кейін қолымда ештеңем болмаған, ешкімге келеміз болып қалсын. Кәдімгідей достарым бәрі кімнің қандай дос екенін түсінбейсіз. Көп адам алыстай бастайды арамызда. Неше түрлі шайтан азар етеді ғой. Неше түрлі ойлар болды. Бірақ мен қайырымдылыққа келдім. Армысыздар, жақсылықты жарқыраты волонтерлік подкастының кезекті шығарылымы. Жалпы бұл жоба Атырау облысы ішкі саясат басқармасы азаматтық орталық коммуналды мемлекеттік мекемесінің демеу конкурсының нәтижесінде жарыққа шығып отыр. Жалпы бір ниет, бір тілекпен елді, қоғамды дамытамын деп жұмыс жасап жүрген волонтерлар бізде өте көп. Соның бірі отбасымен бірге. Жолдасы да, өзі де және баласы да волонтерлық салада қызмет етіп жүрген. Бүгін біздің студиямызға Құрманғазы ауданынан арнайы келіп отырған жыл үздігі номинациясын өзі және жолдасы алған Құрманғазы ауданынан арнайы келіп отырған күміс волонтер біздегі Ақдария Исағалиқызы. Ақдария Исағалиқызы студиямызға қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім тамаша. Сіз 10 жылдан астам тұрақты волонтер ретінде қызмет етіп келе жатсыз. Қайдан басталды? Жалпы Мұхтаровтар отбасы сіздер енді Құрманғазы ауданында кәдімгідей волонтерлықпен айналысып жүрген, барлық адамға болсын деп, өзіңіз кәсіп саласында болсаңыз да, сол жаңа уақытпен санаспай еңбек етіп жүрген отбасының бірісіз. Жалпы сіздердің отбасыларыңыз осы бірге бастадыңыздар ма волонтерлықта? Қалай болды? Саламатсыздар ма? Ең бірінші мен қайырымдылық бағытқа 10 жыл бұрын, яғни 2016 жылдан бері волонтер болып келе жатырмын. Бұл салаға мен ең бірінші өзім келдім. Басында шыны керек жолдасым қарсы болды. Еркеніңсі, не істеп жүрсің, үйдің семьяң бар емес па? Ол кезде енді ата-енемізбен бірге тұрамыз 2016 жылы. Мен негізі бұл салаға қалай келгенімді айтып кетейін. Ол кезде енді Инстаграмның дамып жатқан кезі, Инстаграм желісінде Құрманғазы ауданы бойынша еріктілер іздейміз деп номермен қалдырып кеткен екен. Кәдімгідей қуанып кетті. Оның алдында әртүрлі Инстаграмнан қарап жүреміз ғой. Жақсылық жасап жүрген, волонтер бағытында жүрген адамдарды көріп, қызығып жүрдім да. Соған қалай кірсем болады, қалай жақсылық жасасам болады деп қызығып жүрген болатынмын. Сол номерді көріп қуанып кетіп, сол номерге хабарласқан болатынмын. Сөйтіп сол номерге хабарластым. Содан кейін бізде группа ашылды. Көптеген мықты еріктілер келді. Енді 60-тың үстінде еріктілер жиналып, сосын өзімізге қор құрдық. Құрманғазы өзара ақылдаса келе Құрманғазы қайырымдылық қоры деген үлкен қор құрдық. Қателеспесем, ауданымыз бойынша ең алғашқы қордың бірі. Біз сол топта ақылдаса келе ең бірінші жасаған жақсылықты қайырымды ісіміз әр жұма сайын әр отбасыға біз тамақпен қамтамасыз ететін болдық. Сол қорға айта кетейін, көбі бізде кәсіпкерлер болды. Ірі кәсіпкерлер және біз сияқты қарапайым жандар. Мен де енді жеке кәсіпкермін, бірақ өзімнің сән салоным бар, бірақ енді тек 2 адамнан артық қарауымда адам жоқ болғасын, енді үлкен кәсіп болмағасын, енді қаржылай бере алмаймын. Сол себепті мен ұйымдастырушы болып, белсенді ерікті болып, сонда мен ұйымдастырушы етіп тағайындады да, сол қайырымдылық қорда барлық қандай қайырымдылық іс атқарсақ та мен ұйымдастырып жүрдім. Ол кезде Каспий перевод деген болған жоқ. Сол кезде өзім үлкен осындай үлкен дәптер бастадық та, сол жерде әр жұма сайын өзіміз ортада ешқандай сбор ашпастан қаржы жинайтын болдық. Қаржы жинап әр жұма сайын тамақ алдық. Сосын қос товар деп айтады ғой, керекті шампунь, сабын деген сияқты сондайлар отбасыларға алып беріп отырдық. Сосын мектепке жол акциясы бойынша біршама отбасыларды, мұқтаж отбасыларды киіндірдік. Әртүрлі қайырымдылық концерттер ұйымдастырдық сол қорда жүріп, әртүрлі қайырымдылық турнирлер ұйымдастырдық.
денсаулықпен сыналып жатқан мүмкіндігі шектеулі жандарға еміне қаржылай жетпей жатқасын өзара ортадан жиналып қаржылай да көмектесіп жүрдік. Содан кейін осы енді 2 жыл 3 жыл сол Құрманғазы қайырымдылық қорында жұмыс атқарып жүргеннен кейін танымал бола бастайсың ғой. Сосын бір күні маған бір жұмыс орныма бір әйел адам келіп, сізді осы Құрманғазы қайырымдылық қорының белсенді еріктісі деп танып сізді естіп келіп отырмын, сізге бір ұсыныс айтайын деп біздің енді елімізге танымал Харекет қайырымдылық қоры бар ғой, білесіздер ғой, соған ерікті іздеп жатыр деп. Аудан бойынша, өйткені Құрманғазы ауданы бойынша Харекеттің атынан үй берілмеген екен, сол сияқты сіз сияқты белсенді ерікті керек деп мені сол уақыттан бастап Харекет қайырымдылық қорына қосып қойды. Қатты қуандым. Атырау облысы бойынша үлкен топ бар екен, сол топтың арасына мені қосты. Ол Харекет қорында басында календар сата бастадым. Ең бірінші 100 штук календар беріп жіберді маған. Басында қорықтым, енді шыны керек 100 календарды қалай сатамын, егер сата алмаған жағдайда уже берді ма, бізге ол мойнымызға міндет болып есептелгесін, сол ақшаны аударуымыз керек та счетқа. Басында уайымдап жүрдім де, сол 100 календарды алып базарларға барып, өзім жұмыс орныма барып, ағайын туыстарға барып, әйтеуір сатып 100 календарды 2 күнде 3 күнде сатып жібердім. Сол 100 календарды сатып, Харекеттің қорын счетына аударып, сол енді счетына аударылғаннан кейін сен бір отбасының баспаналы болуына себепші боласың ғой, кәдімгідей қуанып, қызығушылығым артты да. Содан кейін 3-4 күннен кейін кері қайтып календар алып алдым, 200 календар беріп жіберді. Ол енді тек қана календар сататын болғасын тек айдың басында өтеді ғой, январь, февральда, ары қарай уже өтпейді. Сосын 200 календар беріп жүріп, жүремін сол жүр, қалай өткіземін, егер өткізбеген жағдайда негізі қайтарып жіберуге болады календарда, бірақ енді ол енді мойның аманат етіп алғасын, бәрін өткізгеніңді қалайсың ғой. Сөйтіп жүріп, әкімшілікке барып, мектептерге барып, садиктерге барып, өзімен Харекеттің өкілімін деп таныстырып, әр мекемелерге барып сатып жүрдім. Біреу бір-бірлеп алады, екеулеп алады, кейбірлер даже зарплаттан болса бола ма деп, мысалы садикке 30-40 штук ұстап кетемін, зарплата алғаннан кейін береміз деп, жақсы деп беріп кетемін, ол да мен үшін үлкен қуаныш. Сөйтіп календар сатып жүрдік. Одан кейін пакеттіктер болды Харекеттің, соларды сатып жүрдік. Сосын бір күні Атырау облысының басшысы хабарласты маған, Жанар Сырымұлы, Дария ханым, сізді енді белсенді ерікті деп естіп жатырмын, көптеген пакеттер, көптеген Харекеттің календарларын сатып, көп үлес қосып жүр екенсіз, енді бізге басқа да көмегіңіз керек деп. Қуанып кеттім, бізге енді мұқтаж отбасы керек деді. Енді ол жағынан білмегесін, басында қызық болды, маған айтты, енді ауылдан қатты бір мұқтаж отбасыларды видеоға түсіріп бізге жіберіңіз, егер өтіп жатса, сол отбасыларға баспана сыйлаймыз деп. Ең бірінші іздейсің ғой, анда шығасың, мында шығасың. Ол кезде енді WhatsApp-та статус жоқ, Instagram-мен дамбаған, қалай іздеймін деп әйтеуір танысыма анда-мында шығып әйтеуір отбасылар тауып, 1-2 отбасын видеоға түсіріп жібердім. Бір аптадан кейін хабар келіп тұр ғой, біз енді видеоға түсіреміз де Атырау облысына жібереміз. Атырау облысы үлкен Гүлмира Мұханқызы директор соған жібереді. Өздері өзара комиссия мүшесі ақылдаса келе, одобрение берсе бізге айтатын болады. Сол бізге бір аптадан кейін хабарласып тұр ғой, Дария апа, сүйінші, сіздің отбасыңыз өтті деп, кәдімгідей қуандым ғой, кәдімгі шын жүректен жылағым келді, кәдімгі. Потому что ол отбасы, ең бірінші түсірген отбасым кәдімгі Роберт деген аға. 5 баласы бар, 5 айлық бөпесі бар. Әйелі сол уақытта тастап кетіп, басқа біреуге күйеуге шығып кеткен ғой. Ойлап қараңызшы. Үйіне барған уақытта кәдімгідей мәзіңкі үй ғой енді, мәзіңкі үй. Ер адам деген кәдімгі ішпейді, шекпейді, отбасын асырап отырған ер адам қарапайым 60 000 теңге зарплатпен сол 5 баланы асырап отыр да, әйелі 5 ай бұрын тастап кеткен екен. Үйіне кіріп барған уақытта мәзіңкі үй, сол как раз біз барған уақытта жаңбыр жауып тұр екен. Жаңбыр жауып тұр екен, барғанда коридорында отыр да, бәріңіз не істеп отырсыздар, ары қарай шықпайсыздар ма десек, ар жақ бөлмелерінде бәрінде су кеткен, су кетпейтін единственный бір бөлме бар екен. Кәдімгі мүмкін емес, ана үй деп те айта алмайсың, кәдімгі 5 балдарын айтшы, әп-әдемі кәдімгідей бәрі жылап отыр ғой, кәдімгі. Сонда сұрақ қойып енді айтып жатыр ғой, мамаларың қайда деп. Сонда кішкентай балдар, енді балдардың бәрі уақ. Иә, біз мамамызды жақсы көреміз, мамамыз келеді бізге, басқа жерде жұмыс жасап жатыр деп айтты да балдары. Сонда да ер адамның мықтылығын қараңызшы, тастап кеткенін айтпай отыр ғой балдарына. Мамаларың келеді, жұмыс жасап жатыр деп айтқан болатын. Сол отбасының видеоға түсіріп жібергенде
тез өтті ғой сол бір аптадан кейін. Бірақ бізге харекеттің бір несі талабы, егер отбасы өткен жағдайда ол отбасыға айтпауыңыз керек, өйткені андай не сюрприз деп айтады ғой, сюрприз етіп тосын сый етіп тосын сый етіп беретін болдық. Сол себепті өткеннен кейін барып бізге документін жинақтаймыз. Самый қызық кездер ғой, документ жинақтау керек. WhatsApp бойынша не жіберді маған, қырған документ, енді алғаш рет болғасын басында қиын болды. Сосын сол өткен отбасыға барып, сізді енді документтеріңізді тексеріп қарайын деп отыр. Сіз білмейміз, енді өтесіз ба, өтпейсіз ба, енді Қазақстан бойынша отбасылар көп қой, сіздің документіңізді толтыруыңыз керек деп, сосын андай өтініш хат нелерді қолма-қол қол қойғызып, сөйтіп толтырып қала Атырауға жіберіп, 2-3 күннен кейін уже болды, осы отбасыға үй береміз деді ғой. Енді әрине қуаныш ол деген үй береміз дегені, бірақ біздер үшін де, еріктілер үшін қиын да, өйткені деген 2-3 күннің ішінде деген үйді тауып беру өте қиын ғой. Сол барынша үй іздеп, анда шығып, мында шығып, әйтеуір реклама салып, анда салып, мында салып, күні түні үйімізді ұмытамыз ғой шындығында. Үйді ұмытып, кешкілікте ужиндарын беріп тастағаннан кейін барып, жаяулатып жүріп, 2-3 ерікті болып, үй іздеп, әйтеуір 3 күннің ішінде таптық үйді. Керемет, сол өзінің тұратын жағына үйді тауып, сосын Аллаға шүкір енді өзіміздің Құрманғазы қайырымдылық қоры бар, соның кәсіпкерлеріне ұсыныс тастап, осындай отбасыға баспана беріліп жатыр, енді осыларға қоныс той жасап берсе қалай деген ұсыныс тастадым. Енді қоныс той жасап беру міндетті емес, қолдап. Енді қуаныш қой, енді бір ерекше болсын деп сол ұсыныс тастадым, бәрі келісе кетті. Сосын қыздар таптым, айналамда құрбыларын таптым. Әрқайсысына жұмыс тауып бердім. Біреуіне бауырсақ пісіріп алып келіңдер, біреулеріне самса пісіріп алып келіңдер, біреуіне салат пісіріп келіңдер, біреуіне ыстық тамақ пісіріп алып келіңдер деп әйтеуір жұмыстарын тастап, біреулер столдардан келетін болды, ыдыс-аяқтардан келетін болды. Әйтеуір 1 сағаттың ішінде столды жайнап тастады ғой. Атырау облысынан сосын басшылар келіп, үй табыстауға келгенде шок қой. Біз айтпай уже қоныс тойына керемет стол дайындап қойдық қой, бізге шок қой. Осындай стол дайындап қойыңдар ма деп. Сол жерде табыстап, ең алғашқы табыстаған үйіміз ғой. Кәдімгідей шынайы эмоцияда уже неге деген қайырымдылық жасауға, волонтерлық бағытқа одан сайын артты да, кәдімгідей қызығушылығың артылды, құлшына кірісіп бастадың, иә? Сол жерде несін сертификатын табыстап, үйін табыстаған уақытта кәдімгі керемет эмоция ғой, кәдімгідей сөзбен жеткізу мүмкін емес, кәдімгідей. Өз-өзіңді мақтанасың ғой, кәдімгідей осындай бір адамға мен қуаныш сыйладым деген. Бір адамның баспаналы болуына себепші болдым, және қуаныш сыйладым деп. Керемет, өзін үй алып жатқандай сол жерде кәдімгідей керемет сезімде болдым. Балалардың қуанғаны кәдімгідей шок қой, ойша отбасыда түсінбей жатыр да, үй беріп жатқанда шынымен ба, өтірік емес па деген сияқты. Олар енді харекет солай ғой, тосын сый етіп береді. Күшті сол бір отбасын қуантқан болатынбыз. Сөйтіп көптеген отбасылар. Ол сізде қай жылдары болды сонда? 2019-дар. 2019 жылдары, иә? 2016 жылы сіз бастадыңыз волонтерлықты, 3 жылдың ішінде жаңағы белсенді, ерікті ретінде барлық жұмысқа білек сыбана кіріскен болып тұрсыз ғой. Басында жолдасым қарсы болды дедіңіз, иә? Қайда жүрсің, не істеп жүрсің? Содан кейін сізді қолдады. Солай ма? Қазір отбасыңызбен бірге волонтерлар отбасысы, солай ма? Мені негізі қолдамайтын еді, ол қалай болды айтып кетейін. Осылай енді баспана табыстап жүргесін, үй табыстайтын уақытта бірге алып бардым қасыма. Осы уақытқа дейін шыны керек 15-тің үстінде отбасының баспаналы болуына себепші болды. 2019 жылдан бері 15 Құрманғазы ауданы ма? Құрманғазы ауданы бойынша негізі 30-ға жақын отбасыға үй табыстады, бірақ соның ішінде 15-тің үстінде отбасының баспаналы болуына себепші болдым. Өйткені каждый видеоға түсіріп, қалаға жіберіп, документтерін толтырып, еще үй бергеннен кейін барып та нотариусқа ортада қалекеттің өкілі ретінде біз бірге свидетель деп айтады ғой, қасында бірге жүреміз. Қаншалықты таза ұстап отыр ол үйді, иә, қаншалықты тұрып жатыр? Оны тексермейміз, бірақ нотариусқа дейін береміз, ары қарай енді тексермейміз. Өйткені енді мұқтаж отбасы. Ары қарай енді өзі біледі өзінің үй болғасын. Бірақ ол көпке дейін харекеттің несінде жартылай тұрады. Өйткені енді мұқтаж отбасыға бергенде көбіне мүмкіндігі шектеулі балдарға берсе, 18 жасқа толғаннан кейін ғана барып ол балаға ауысады. Оған дейін харекеттің жартылай шотында тұрады, несінде тұрады. Түсінікті. Жаңағы жолдасыңызды алып бара жаттыңыз. Нешінші үйді алып жатқан кезде жолдасыңды алып бардың? Нақты есімде жоқ. Қалай болды ең бірінші сәт жолдасың? Иә, мен де волонтер болайыншы деп қашан айтты? Өйтіп айтқан жоқ, бір күні қайта сөйлеп жүрсең, осылай жүре бересің ба? Ешқандай пайдасы жоқ жер. Сонда сіз бұл жерден ақша алмайсыз ғой? Ешқандай ақша алмаймыз. Сонда жолдасыңыздың тапқан нанына
да? Жолдасыңыз сізді асырап жатыр. асырап жатыр. Өзім де енді жұмыс жасаймын. Өзіңіз жұмыс жасайсыз, соны сұрағым келіп жатыр. Өзім де жұмыс жасаймын. Бірақ енді тегінен тегін жоқ қой, былайша айтқанда. Сол енді қырғын уақытың кетеді, отбасың бар емес пе, ол кезде енді балдарымыз кішкентай, ата енеміз бар деген сияқты. Енді көп уақытты шынында керек, сол қайырымдылыққа бөліп кетеміз де, үй табыстаған уақытта үйге болмай қаламыз ғой көбіне енді. Енеміз тамақ пісіріп жатырады деген кезде, сонда енді жолдасың жақсы көрмейді ғой. Босқа жүрсің, ешқандай пайдасы жоқ деген сияқты ғой. Ол кезде ешқандай былай енді неміз шыққандай, атамыз шыққанмен де біз енді ешқандай ауданнан, әкімшіліктен де танымайды, ешкім танымайды, біз ешқандай марапатталған жоқпыз, енді марапат үшін жүрген жоқпыз ғой, бірақ сонда да айтады, ешқандай пайдасы жоқ жерде солай жүре бересің ба, тасташи, жалғыз саған керек па деген сияқты, ол отбасыларды не істейсің деген сияқты андай қате түсінік болып жүрді. Сосын бір күні ойладым да, неге қасыма бірге алып жүрмеске деген. Сосын бір күні білмеймін енді нешінші баспана табысталатын Телеши ауылында бір үй баспана табысталатын болса, бізге көлік керек болатын болды. Көлік таба алмай тұрды. Сосын жолдасыма айттым, давай сен бізге көлікпен көмектесші, басшыларымыз келе жатыр, стол бәрін дайындап жатырмыз, тек мұқтаждарды тек сол жерге апара қоятын етіп деп. Сосын жақсы деп келісті, сау болсын. Сосын мұқтаж мүмкіндігі шектеулі бір ер адамға берілді 91 жылға. Жүре алмайды, өздігінен дұрыс жүреді енді, бірақ балдармен сөйтіп жүрдім. Сол отбасыға барып табыстағаннан кейін оны машинаға өздігінен қолынан ұстап отырғызып, енді мамасы бар, папасы бар, бәрін отырғызып үйіне апарғаннан кейін барып уже сезім оянды мен жолдасымда. Уже аяушылық сезім оянды да кәдімгідей. Сосын апарып, шашу шашып, кіргізіп, сосын неткеннен кейін барып үй табысталғаннан кейін барып үйінің отбасы рахметін айтады ғой халыққа. Сол уақытта жылап тұрып кәдімгідей рахмет сіздерге, Алла разы болсын, көмектескен әр волонтерға, көмектескен барлық халыққа деп рахметін айтып жатқан уақытта мен жолдасым сол уақытта айтады ғой, кәдімгідей күшті болып қалдым дейді да, кәдімгі мама мынау күшті жұмыс қой деп кәдімгідей уже несі оянды да, кәдімгі ой күшті екен ғой, баяғыдан бері маған неге айтпайсың деген сияқты. Осының басы қасында менің келіншегім жүр ғой деген секілді. Өзімде андай бір күшті сезім, сосын өзім әйелім үшін сол жерде мақтандым дейді да кәдімгі. Өйткені ана жерде басшыларды сосын біз кейде әкімшілік жағынан адамдарды шақырамыз да, өйткені қарекет қандай жұмыс атқарып жатыр, соны көрсін деген мақсатта шақырамыз. Олар да тұрсын бәрінің көзінше бізді мақтап жатқанда ана мерейім көтеріліп қалды дейді да, кәдімгідей маған уже ұнап қалды деп. Сосын үй келгеннен кейін айтып жатыр, ренжіме, осы уақытқа дейін ренжіткен болсам, енді үй бірдеңе табысталатын болса, қайырымдылықтан көмек керек болатын болса, маған хабарласыңызшы. Қандай күшті. Сөйтіп жүріп, осылай осы уақытқа дейін 15 баспана, 15-тің үстінде енді нақты санын білмеймін, әйтеуір мұқтаж отбасылардың баспана алуына себепші болып келе жатырмыз. Жолдасыңыз өткен жылы жылдың үздігі болды, иә? Волонтер үздік 23-ші жылы. 2023 жылдың үздік волонтері болды ма Құрманғазы ауданы бойынша? Қандай салада сонда қызмет еттім? Мысалы үшін сіз жаңа айттыңыз, харекетпен жұмыс жасадым, үй алып беруге көмектестім, өзімді ұмытып жұмыс жасап жүрдім. Жолдасыңыз қандай жұмыстар атқарды? Біз енді отбасымызбен, негізі өнерлі отбасымыз. Концерттерге, ән айтуға шақырады бізді. Отбасымызбен облыстық, аудандық жүлделеріміз бар. Отбасымызбен қатысқан бала шағамызбен. Сол қайырымдылық концерттер ұйымдастырып жүрдік. Кішкентай сәбилердің еміне деп 3 рет па, 4 рет па қателеспесем қайырымдылық концерт ұйымдастырдық. Сонда жолдасым екеуміз бірге ұйымдастырдық. Сол уақытта көзге түсті. Сосын нелерге, сол қарекетте үй берген уақытта машинамен көмектеседі, мұқтаждарды апарады, басшыларды тасиды деген сияқты. Сол көзге көп түсті. Сосын отбасыларға тамақ апарған уақытта көлігімен көмектесіп жүрді. Сосын қарекеттен тек қана үй табыстамаймыз, әртүрлі рухани кештер ұйымдастырып жүрдік. Ауызашарлар ұйымдастырып жүрдік қаладан. Рухани кеште осы Атырау қаласының еріктілері болып, ауданның еріктілері болып, кәсіпкерлердің қолдауымен не ұйымдастырып жүрдік біздер. Аукцион ұйымдастырып жүрдік. Аукционнан түскен ақшаны харекеттің счетына аударып жүрдік. Сол уақытта мен жолдасым көзге түсті, өйткені Атыраудан мына жерден бір рухани кеш болды Атырауда. Сол рухани кеште Нұрлан имам өз қолымен сол отбасыға үй табыстады. Сол отбасыны мен жолдасым Құрманғазы ауданынан Атырауға алып келген болатын. Мүмкіндігі шектеулі жан, аяғымен жүрмейді, көзі көрмейтін әйел адам, соны көтеріп машинасын артына бетіп жатқызып, өзі әкеліп, өзі алып кеткен болатын. Сондай жақтарынан көп көрініп, көзге түскеннен кейін 2023 жылы жыл үздігі волонтерін берген болатын жолдасыма. Қуанды жолдасыңыз, иә? Иә, жолдасым кәдімгідей сені ұсынып жатыр. Өйткені бізге енді
белсенді ерікті болғаннан кейін акимат жағынан сұрайды, мықты еріктілердің списогін жібер деп. Мен өзім жібердім негізі, 15 шақты ма еріктілердің списогін жібердім да. Сосын тексерді, кім қай уақытта қандай жерде жұмыс жасады дегенде, мен жолдасын таңдаған ғой сол уақытта. Өздері таңдады. Мен мысалы мен өзімді сынған жоқпын, бірақ сол уақытта өзімнен бөлек басқа волонтерларды сындым. Білмеймін енді басқа волонтерлар алсыншы деген мақсатта ішіне жолдасымды да жазып жібергенмін, өздері жолдасын таңдады. Күшті. Енді волонтер болу үшін адамның бойында қандай қабілет қасиет болу керек, қандай адам волонтер бола алады, қандай адам ерікті, ешқандай ақысыз жұмыс жасай алады? Волонтер болу үшін ең бірінші мейірімді болу керек деп ойлаймын. Қамқор болу керек. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, мен 2010 жылдары жаңа жарнамадан көріп қалдым, ерікті керек деген, сосын соны бардым да мен ерікті болам дедім. Оған дейін сізде ерікті болып қызмет ету болды ма балалық шағыңызда? Бұл сізге қайдан келді? Бәлкім ата-анаңыздың тәрбиесі, бәлкім мектепте. Бұған дейін сіз ерікті болып қызмет еттіңіз ба? Ерікті болып қызмет жасап көрген жоқ, бірақ қамқор болдым айналамдағы адамдарға. Студент кезімде тоже айналамда адамдарға тек көмектескім келіп тұрады, өзім қолымда болмаса да соларға көмектескім келіп тұрады. Сосын Инстаграм енді дамып жатқан уақытта блогерлер әртүрлі жақсылық жасап отырады, соларға қызығып жүрдім. Біздің ауданда да осындай дамыса ол көмектессем ғой деген сияқты сөйтіп қызығып жүрдім. Білмеймін, негізі кез келген адам ерікті бола алады, бастысы ниет қой. Ниет болса тек қана қалтаңда ақша болу емес, ерікті болуда басқа да жолдармен жұмыс жасауға болады деп ойлаймын. Қазіргі қоғамда осы қайырымдылыққа, қайырымдылық ретінде жұмыс жасау бір бөлек, қайырымдылыққа ақша жинап, оны басқа да жұмсаудың қазір екі жағы бар. Білесіз, екі ұшты болып кетті. Біреу жинап бір жаққа кетіп қалды, бірдеңе дұрыс жұмсалмады деген сияқты пікірлер көп болып жатыр. Сіздің пікіріңіз қалай, қорықпайсыз ба? Енді негізі сырт көз айта береді ғой. Негізі шын айтқанда сбор жинамаған дұрыс деп ойлаймын. Негізі. Өйткені оның артында жауапкершілік жатады, оның есебі болады. Біз енді сбор жинап жүрміз, жинағанда да халықтан емес, сырттан емес, өзара жинап жүрміз. Өйткені бізде айта кетейінші, мына жерде айтпақшы, әртүрлі кәсіпкерлердің, еріктілердің басын қойып, мейірімді жүрекпен қайырымдылық қоры бір жыл бұрын ашылған болатын. Соның жетекшісімін мен қазір. Көптеген кәсіпкерлердің. Сол сияқты өзара жинағанға қолдаймын, бірақ сырттан сбор жинағанға қарсымын. Өйткені оның жол ауыр деп ойлаймын. Бірақ адал жұмсау бұл жерде ең маңыздысы ғой. Ең маңыздысы, оның сөз көп қой негізі. Жала жабатын адамға сөз табылады. Сізде мынандай сәт болды ма? Мен қорқам өз басым. Неден қорқасың? Сырттан сбор ашуға. Оның жауапкершілігі мықты. Білмеймін, заң жүзінде де болмайды ғой негізі. Заң жүзінде болмайды. Енді қараңыз, мынандай сәт болды ма? Міне үйіңнің бәрін тастап жұмыс етіп жүрсің, қызмет етіп жүрсің, жаңағы волонтерсың, ерікті еңбек етіп жүрсің, бәрін тастап қызмет етіп жүрсің, бірақ сол жүрген еңбегің ақталмай қалған кез. Немесе саған, ой, сенің осы деген бір ауыр сөздер естіген сәттер болды ма? Болды. Қандай сәт болды? Кейде жақын адамдарынан, жақыным деп ойлап жүрген адамдарынан да естіп жатасың, бірақ енді сыртпен адамдар келіп айтады ғой, естисің да, сол кезде ауыр тиеді. Негізі бұл енді қараптан қарап жүрген жоқ қой, бір пайдасын көріп жүр ғой деген сөздер, қаңқу сөздер естіліп жүрді. Өйткені біз енді әлі күнге дейін естисің ба? Қазір мән бермеуге тырысамын негізі. Бірақ айтылады. Айтылады. Енді біз мысалы үй табыстаймыз ғой, мысалы үй табыстағаннан кейін басшымен бірге үйді сататын адамдармен де келісеміз, бағасымен келісеміз. Түсіруге тырысамыз ғой енді барынша. Өйткені 1 миллион болса да түсіріп, 1 миллион басқа отбасының баспанасына қалсын деген мақсатта сөйтіп түсіреміз. Сол уақытта сөйлескен уақыттарда андай сөздерді келіп жүрді бізде. Мүмкін сол иесімен келіскен шығар. Мүмкін сондай бағаға сатып, бұлар да пайда көріп отқан шығар деген сөздер естіліп жүрді, құлағыма тиіп жүрді. Басында жыладым. Даже волонтерлықтан да кетіп қалғым келіп жүрген кездер болды. Бірақ артынан бары ойлаймын да, мен кімге есеп беремін? Бір Алла бар емес па? Бір Алла көріп отыр. Алланың разылығы үшін жүрміз. Мен өзім есеп беремін. Айтатын адам айта береді, ешкім аузына қақпап бола алмайсың деп қолды бір сілтеп жүре бердім.
Қазір өзіңнің волонтерлық ізіңді жолдасың жарайды, енді балаларын жалғастырып жатыр. Қалай не істеп жатырсың? Балдарға айттың ба волонтер болу керексің деп, әлде өздері болып кетті ма? Негізі балдарымыз енді бізден үлгі алады ғой. Біз енді мен өзім жүргеніме волонтерлықта жүрген 10 жыл болды, жолдасым жүрген енді 5-6 жыл болды ғой. Осылай жүргенімізді сыртымыздан енді айтпайды да, бірақ үлгі тұтып қызығып жүрген болып тұр ғой. Бір күні қазір 11 оқиды балам. 10 оқып жүрген уақытта мама мен бір қайырымдылық немен маған ұсынып жатыр. Енді біз мектепте де белсендімін. Мектеп бойынша да ата-ана комиссия мүшесімін. Сол уақытта мен баламды ұсынған болып тұр, бұлардың ата-анасы ерікті, осында баласын ұсынайық деп ұсынған болып тұр. Сосын келіп тұр, мама, мен сол неде Индер ауданында Индерборд екен қателеспесем, бір үлкен бір жоба болды. Соған ұсынып жатыр, барсам бола ма деп келді мен қасым алдыма. Мен қуанып кеттім кәдімгідей, иә, әрине болады, тем более қайырымдылық жолында болғасын деп немді келісімді бердім, балам қуанып кетті. Сол уақытта үлкен жобаға барып келді, күшті сертификат алып келді. Семинар ғой, былай айтқанда, үйретеді сол волонтерствоны. Соны сертификат алып келгеннен кейін бар, уже қызығушылық басталды. Жақын арада 2025-те Құрманғазы ауданы бойынша Лотос фестивалі болды, естідіңіз? Халықаралық. Соған ерікті ол өз еркісімен келді мен балам. Негізі 16 жастағы баланы алмайды, ол жерде ерікті ретінде. Мен жолдасымыз екеумізді алды, бірақ жолдасымыз екеуміздің де жасымыз сәйкес келмейді. 35 жасқа дейінгі волонтерларды алды сол уақытта қызмет жасауға. Біз енді бұрыннан кеткен белсенді ерікті болғасын, біздерде енді ерікті топ беріп көмектесіп жатқасын, екеуіңіз келіңіздер деп бізге ауданнан ұсынып, біз келгеннен кейін бар, мен балам бар, сұранып барған ғой, мен де барайыншы деп, мен балам да волонтер болды, сол жерде қызмет жасады. Қандай қызмет жасадыңыз? Енді әртүрлі туристер келді ғой, неге Лотос фестқа, соларға біз қызмет жасап, бағыт бағдар көрсетіп жүрдік, қайсы қай жерде деген сияқты. Жол көрсетіп жүрдіңіз. Таңертеңнен кешке. Мусорлар шашпайды, соларды реттеп деген сияқты. Қай жерге жібереді? Сол жерге өзіміздің WhatsApp группамыз бар ғой, қай жаққа жібереді? Сол жаққа жүгіріп шауып қызмет жасап жүрдік. Енді біз жасымыз келмейді демесе деп, кішкентай бізден кіші балдар ұрсып, анжеге барыңдар, мына барыңдар ұрсып жатса да, соған намыстанбай жүгіріп жүрдік. Өйткені ол өзіміздің ауданымыз үшін, өзіміздің ауылымыз үшін неге намыстанасың? Өйткені ұрсып жүрді шынымен де жастар. Қайда жүрсіңдер, анда барыңдар, мында барыңдар, қайықтың қасына волонтерлар жоқ, барыңдар дегенде соған жүгіріп бала қысып жүріп бара жүрдік. Зато мен үшін мақтаныш деп ойлаймын, ауданымызға кішкене осы үлесіміз қосып жатқанымыз. Кез келген адам волонтер бола ала ма? Ниет болса бола алады, негізі. Волонтер боламын деп шешім қабылдаған адамда, мейлі ол ер болсын, әйел болсын, қандай қабілет болу керек ода? Мейірім болу керек жүрегінде. Ниет болу керек бастысы. Сосын шын айтқанда қазір ауданымызда волонтерлар көбейіп жатыр. Сол қуантады мені. Сол Лотос фест болған уақытта группа ашылды бізде. Жастар көп ішінде. Енді соларға білмеймін, енді ойластырып жүрмін алда уақытта қалай болатынын, қызығатындай, қызығушылық одан сайын артатындай бір нәрсе жасау керек сияқты. Көп волонтерлар 50-дің үстінде бар шығар. Одан да қызығып жүрген еріктілер де бар шығар, білмейміз ғой. Соларға енді қызығатындай бір нәрсе жасау керек сияқты алда уақытта. Ойда бар енді, жоспарлап сол жасауымыз керек. Жаңағы волонтер болу үшін сенде мейірім болу керек, жүрегіңде ізгілік, жақсылыққа деген бір сондай сәуле болу керек, және де қоғамдағы кейбір сөздерге қарсы иммунитет те болу керек шығар. Жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жүгіріп жүрген кезде осылай деп айтып қалады, биткен кезде мынандай болып қалады. Сондықтан бұны да ескеру керек шығар деп ойлаймын. Жалпы өзіңіздің арманыңыз қандай? Арманымның көбі орындалды ғой енді. Жеке салоным болса екен енді болды. Ол негізі айтайыншы, қайырымдылықта жүргенде жақсылық адамдарына ала саласың ғой. Негізі біртіндеп болады негізі. Алланың разылығы үшін жүрсең, шын ниетпен жүрсең, ойлаған арман мақсатыңа бәріне жетесің негізі. Жетесің. Жайлап жетіп келе жатырмыз. Бізде мысалы, шын айтқанда, мен өзіміз отбасымызбен бір қиын кез болды бізде. Қарызға кіріп кеткен кезіміз. Қандай? Қазір 4 оқитын балам қатты ауырды. Туғаннан әртүрлі диагнозды байланысты. Немен бронхический астмамен дүниеге келді. Бронхысымен алыстық, одан кейін эпилепсиямен алыстық бір жылдай. Одан кейін бір түсініксіз аллергия болды балада. Оны емдедік. Сөйтіп
енді қазір шын айтқанда поликлиникаға баратын болсаң, ол анда направление анда береді, ұзақ жүріп қаласың да, бала деген ауру асқына береді. Сол себепті мен көбіне частный клиникаларға барып, аннан қарыз қалып, жасырмай айтайыншы, процентке көп ақша алдық. Процентке көп ақша алдық. Сіз жеке кәсіпкер болғасын, көп жерден кредит бермейді, займдар алдық. Займдар алып, оны төлей алмай қалған кез болды, счетымыздың бәрін кілтеп тастады. Сосын проценттер өсіп кетті, сосын карантинге тап болдық. Карантин уақытында өзім ауырып қалдым, сөйтіп қарыздар өсе берді. Сосын адамдан алған проценттерін көбейе береді ғой. Күнде ай сайын көбейе берді. Бір елдің ақшасы почти шықты ғой. Қатты қиналған кезіміз. Сол уақытта біз әйтеуір өзім ауырдым, емделдім, онда да тоже ақылы емделдік. Тағы қарыз қалып деген сияқты карантин уақытында. Өйткені поликлиникаға еш жер қабылдамады. Сөйтіп емделіп шықтық, қарызға дұрысынан баттық. Қарызға батқаннан кейін қолымда ештеңем болмағаннан кейін ешкімге керек емес болып қаласың. Кәдімгідей достарың да уже кімнің қандай дос екенін түсіне бастайсың. Көп адам алыстай бастады арамыздан. Сол уақытта болады ғой, мысалы, не істесем екен, уже бұл өмір қызық емес болып кетеді ғой, уже балдарыңа да үлгі бола алмай жатсың. Екеуміз екі жақтан қиналып жүрміз. Жолдасым вообще ол да жұмыссыз қалып қойды. Бізде де уже клиент болмай қалды да, уже. Карантиннің кезінде. Карантиннен енді шығып жатқан кезде. Сосын жайлап уже жұмыс басталады. Жұмысқа барған уақытта мен жұмыс жасатпады, қарыз. Анау келіп қарызын сұрайды, мынау келіп қарызын сұрайды. Уже адамдар бәрі ести бастады. Менде қарыздар бар екен. Кейбір адамдар күліп, сыртынан айтып жүрді. Оны білу арқылы келеді, ести жүрдім. Сосын не істесем екен деген ой болды менде. Не істесем екен, кетіп қалсам екен, қалай кетіп қалсам екен, Алматыға кетіп қалсам екен, балдарымды тастап кетіп қалсам екен деп неше түрлі енді шайтан азыға береді ғой. Неше түрлі ойлар болды. Бірақ мен қайырымдылыққа келдім ғой. Жақсылық жасай бердім, отбасылар іздей бердім. Еще сол кезде Алланың құдіретіне тиеш, отбасы жіберем Алматыға. Сразу одобрение келеді, соған отбасы. Сол кездерде біз қиналып жүрген уақытта отбасыға, көптеген отбасыларға үй берілді ғой. Жіберем, ана негізі айтады, қиналып жүрген адамның дұғасы қабыл болады деп. Сол уақытта осы отбасын жүрген, Алла тағала осы отбасыны қуантатындай дәрежеге жетейікші деп айтам. Жіберем Алматыға, одобрение беріледі. Сөйтіп қатарынан 6-7 үй беріп тастадық қой, қиналып жүрген уақытта. Маған андай не болды да, мысалы, мотивация болды. Өйткені мен проблемамды ойлағым келген жоқ. Сол жақсылық жасай бердім де, қайырымдылықта жүре бердім, отбасыларға үй беріп, қоныс тойын жасап, солар жүре бердім де, ойым уже бөлінді. Қарыздарды бермей ақ қойыншы деген сияқты. Андай қалай, ойламай ақ қойыншы деген сияқты. Сөйтіп ойым бөлінді. Біршама отбасыларға үй бердік. Маған күш берді, уже мына қайырымдылық, волонтерство маған күш берді. Сосын ойландым, мен неге жылап жүрмін? Не істеп жүрмін? Бұдан да қиын, мысалы, андай отбасыларға қарап өзіңді шүкірші етесің ғой, енді қиын, андай мүмкіндігі шектеулі жандарға үй табысталып жатыр. Соларға қарағанда мен шүкір емеспін ба? Денім сау емес па, мысалы, аяқ қолым бар, жолдасым бар, мен неге жылап отырмын, неге тұрмаймын деп. Каждый үйге барып, қарызға беретін адамдарға бәріне қолхат жазып бердім. Осындай уақытқа дейін сіздерге қайтарам деп. Өйткені енді каждыйына 10 мың, 20 мыңнан деген сияқты ғой, сөйтіп әйтеуір 200 мыңға жақын айына бере жақ болып, әйтеуір бөліп берем деп бәрімен қолхат жазып келістім де, содан кейін жұмысымды жасай бердім. Өйткені мен жұмыс жасай алмадым, жолдасым да жұмысқа шыға алмады. Өйткені қарыз деген сұрап келе береді ғой, қарғайды деген сияқты қорқытады. Инстаграм желісіне, фейсбук парақшасына шығарам деп қорқытады. Сөйтіп қайырымдылықтың арқасында біз неге сол қарыздан құтылдық деп айтсақ та болады. Өйткені бізге мына қайырымдылық жасаған жақсылығымыз бізге күш берді. Жолдасымыз екеуміз. Қайырымдылық сіздің жолыңызды ашты. Жолымызды ашты. Сөйтіп сіз өзіңіздің кәсібіңізді аштыңыз, жаңағы қызмет етем деп жүріп, сіз мына жақтан тегін, ақысыз бір адамды баспаналы етем деген ниетіңізге қарай басқа жақтан ризық келді. Солай ғой, дұрысы? Иә, басқа жақтан ризық келді. Сол үшін мен барлық қарыз кредиттен құтылдыңыз ба? Бәрінен құтылдым. Счетымыз ашылды, Аллаға шүкір, әйтеуір. Ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз. Пайда емеспіз, не дейміз, әйтеуір ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз. Аллаға шүкір, ол да берген Алланың сынағы ғой. Алла тағала негізі бостан босқа бізге ой бермейді ғой. Сол волонтерствоны тастама деген сияқты не болды, өзімде бір ой болды кәдімгідей. Күшті. Бәріне де насихаттап жүремін ғой. Нені насихаттайсыз? Қайырымдылықты. Қиналып тұрған адам. Біреу адамға жақсылыққа жасасаң, жақсылық алдынан қалай болса да қайтады. Өзіңе қайтпаса да, балдарың алдынан қайтады. Балдарынан қайтпаса да, ана өмірге бармаймыз ба? Сол уақытта да саған
жұмақтың орнына отырған шығар, білмеймін сол. Аллах әділ ғой дейсің. Аллах әділ, иә. Бәлкім сізде жағдайда отырған бір ана немесе әкесіз осы біздің сұхбатымызды, подкастымызды көріп отқан шығар. Жаңағы өзіңіз айтқандай қарызға кіріп кеттім, осынша керек болып алдым, төлей алмай қалдым, немесе жаңағы өзіңіз айтқандай отбасы, тұратын баспанасы жоқ, тағы да басқа сондай бір қиын сәттерде отырған адам бізді көріп отырса, қандай кеңес берер едіңіз? Сынбау керек бұл өмірде. Алладан тілеу керек бәрін. Сосын тек қана адамға жақсылық жасау керек. Ешқашан, мысалы, кейбір адамдар қарызға кіріп кетеді де, сол адамды қарғап отырады, сұрайды деп, никогда қарғамау керек. Өйткені ол сұрап отырса, өзінің ақшасын сұрап отыр. Қандай жағдай болса да, тек адамға жақсылық тілеу керек, жақсы сөз айту керек. Мына өмірде сынбау керек. Мысалы, енді біз үшін де, бізден де қатты қиын отбасылар бар ғой. Өмірімде мынандай бір ата кездесті менде. Маған бір таксист постоянно нетіп жүретін, сол кісі айтты маған, осы жерде осындай бір ата тұрады, жалғызбасты, сол кісіге бір көмектесіп жүріңдерші деп адресін айтқан болатын. Қасыма бір еріктіні алып барған уақытта ана ата нені көріп шок болдым ғой. Ана кісінің аяғы ісіп қалған, қыстың кезі ғой, как раз сол уақытта. Үйінде отоплениясын кесіп тастаған, светін өшіріп тастаған, енді төлейтін қаржысы жетпегендіктен, еще пенсия жасына жетпеген кісі, ата дегенмен де пенсия жасына жетпеген соң үкіметтен ешқандай қаржы берілмейді. Былайынша айтқанда енді тастанды ғой, үйленбеген кісі, отбасыларын енді білмеймін не себепті тастап кеткен, ағайындары бәрі тастап кеткен, жалғыз өзі қалып қойған ғой сол үйде. Ешқандай жұмыста жасай алмайды, жұмысқа жарамсыз, өйткені аяғымен жүре алмайды. Сосын тіл білмеймін, неге ондай екенін білмеймін, сөйлей алмайды ол кісі. Біз барғанда шошып кеттік қой, үйіне кіргенде деген иістен, қыстың кезінің өзінде иіс невозможно үйіне барғанда. Өйткені сол жерге үлкен дәреткеде, кіші дәреткеде отырады екен. Өйткені далаға шыға алмайды, аяғымен жүре алмайды. Ана жерде где-то 10 метр жерден бізге қарай келе жатыр, 15 минутта жүрді ғой, жүре алмайды аяғымен. Өйткені аяқтарының бәрі ісіп қалған. Енді салқын жерде ұйықтап жата берген болып тұр ғой. Бірақ ол ішпейді екен ол уақытта, енді бұрын ішкен болар. Сол кісі барғанда кәдімгі шайымызды, ысы тамамызды алып барғанда кәдімгідей жеді ғой. Жылап. Андай жеткізіп жатыр да, неше күннен бері мен тамақ ішкен жоқпын деп. Былайынша ойлап қарағанда қазіргі дамыған заманда сондай отбасының бар екені кәдімгі жүректі ауыртады ғой. Жыладық қой кәдімгідей. Соны сразу тамақ ішіп жатқан видеоға түсіріп өзіміздің группамызға жібердім. Осындай ата бар, не істейміз, көмектесейікші деген сияқты. Жіберген уақытта олар да жан жаққа жіберіп жатыр, мынандай кісі бар, не істейміз деген сияқты. Сразу жігіттер қыздар келіп, біреу отын жағып, біреуін үй тазалап, жеркенген жоқ. Үлкен нелер жатыр ол жерде, иіс невозможно. Қыздар келіп, қолына перчатка үйдің бәрін айнадай жинап, жуып тазалап, сол жерде төсегін біреулер көпшігін алып келіп жатыр, біреу төсегін әкеліп жатыр, біреу постелін әкеліп жатыр, сол күні кәдімгі жігіттер, еріктілер келіп қастарына келіп қонып шықты. Сосын келесі күні апарып моншаға апардық. Өйткені неше жылдан бері суға түспеген кісі. Соны ойлаймыз да, мына көршілер не бітіріп жүр деген сияқты. Неге айтпайды сонда жанашырлық деген адамдарда болмайтын болып тұр ғой. Кәдімгі тастанды адамда, мысалы, оң қасына деген итке де, мысыққа да жаның ашиды ғой. Келесі күні апарып моншасына түсіріп, күштетіп киіндіріп шыққанда, шашын қиып, қырындырғанда, әпесем жігіт болып шықты ғой кәдімгідей. Күліп жатыр қой, үйленуге батысқа деп. Дәрігерге апарып қаратқан уақытта бір таңғалғанымыз, тек аяғының ісіп кеткені, сөйлей алмайтын болмаса, денсаулығы деген 100% күшті. Почкасын кәдімгі сатып алады, өкпесі, қаны кәдімгідей идеальный болады денсаулығы. Соған таңғалдық қой. Неше жылдан бері салқындықта, аштан аш жатса да, Алла тағала денсаулық берейін десе беретін болып тұр ғой. Сосын енді уайым болды да, біз енді жуындырдық, шайындырдық, тамағын киіндірдік. Енді сол үйге қалай апарамыз дағы? Ол үйге апарсақ бұрынғы күйіне кері түседі ғой. Сонда жасаған жақсылығымыз жарты жылда қалып қоя ма деген ой туындады да, содан кейін жан жаққа шықтық қой. Қарттар үйіне сөйлескенмен жасы келмейді екен. Сосын Атырау қаласында бір әлеуметтік оңалту орталығы бар екен, сонда басшысына шығып, біздің кәсіпкерлердің сөз өтетін кәсіпкерлерге барамыз да, солар сол жаққа шығып, соған қабылданатын болды. Қуандық қой, аяқтаймен де бірге барып сол жерде документін толтырып, сол қабылдағанда кәдімгідей қуандық. Ана да бірақ ренжіді бізге. Неге тастап батсын деген, үйіме барам деген сияқты айтып жатыр ғой. Бірақ енді барынша түсіндіріп айттық. Біз келіп тұрамыз. Ол үйге баратын болсаң, жаман болсақ, мында жылы деген сияқты. Таза киім, таза не деп айтып түсінгендей болып қалды. Содан бері енді сол оңалту орталығында хабарласып тұрасыңдар ма? Көп кейін бір жылға дейін хабарласып тұрдық. Содан кейін енді кәсіпкерлер хабарласқан бар. Қазір білмеймін шындығын айтқанда. Осыдан кейін далаға тастамаймыз, қарттар үйіне жібереміз деді. Өйткені барлық ағайындары, балдар жоқ қой енді үйленбеген.
барлық ағайындар бас тартқан екен. Егер сол үйде қалатын болса, жұмыс жасамайды, жұмыс жасауға арамыз сойды. Сол үйде былайынша айтқанда арам өліп қалады ол. Ол да енді біз үшін үлкен жұмыс деп ойлаймын енді. Бір адамның өмірін құтқарып қалдық қой енді, былайынша айтқанда. Көп рахмет эфирге уақытыңды бөліп келгеніңе, әсерлі әңгімелеріңмен бөліскеніңе. Шынымен де біздің дәл қазіргі сыр сұхбат ол бір адамның бойындағы бір жігерлендіретін подкаст болды деп ойлаймын. Көп рахмет. Көп рахмет. Осы жерде бір нәрсе айтып кетейінші халыққа. Халқым, сіздер енді әңгімемді көріп отырсыздар ғой. Болашақта біздің елімізде негізі мұқтаждар өте көп. Біз сияқты ізімізді жалға жастар, еріктілер көп керек, өйткені біздерге мұқтаж отбасылар өте көп. Соған мейірімді жүректеріңіз керек. Волонтер болу кез келген адамның қолынан келеді. Сол себепті ерікті болудан қашпайық. Яғни сіздің айтқыңыз келгені, егер сенің көзің көріп, құлағың естіп тұрса, жылы жерде, жылы дәмді асыңды ішіп отыратын болсаң, қоғамға сенің тек қана бір жылы сөзіңнің өзі волонтерлықпен жасауға болады, солай ғой? Жақсылықты жарқыратып волонтерлық подкасты Атырау облыстық ішкі саясат басқармасы азаматтық орталық коммуналды мемлекеттік мекемесінің демеу конкурсының нәтижесінде қазір көрерменге жол тартып отыр. Бүгінгі біздің сұхбаттан түйгендеріңіз болса, алған инсайттарыңыз болса, міндетті түрде төменгі комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басыңыз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы болсын.